Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Доллар гүлімді сабағынан, жапырағынан осылай көшеттеп отырғызған болатынмын. Көбейту үшін мінекей жапырақтары. Осы үлкен сабағындағы жапырақтарын осылай отырғызған болатынмын. Менің көрермендерім біледі, тұрақты көрермендерім. Көрермендерімнің сұрауы бойынша кейін өскін шығарған кезде видео түсіріңізші деген болатын. Бүгін сол видеоны түсіріп отырмын. Менің көрермендеріме және гүлсүйер қауымға осы видеоны түсіріп отырмын. Міне осылай кішкентай стакандарға отырғызғанмын. Тамырлары бар, бірақ бұлар өскін шығарған жоқ. Тамырларын көріп тұрған шығарсыздар. Бұларды әлі тастамаймын. Бұлардан әлі өскін шығады деп ойлаймын. Күтемін. Мені жуан сабағын осылай отырғызғанмын. Соның жәнінен мені өскіндер шығып тұр. Екі үлкен өскін және қасында кішкене тағы да бір өскін шығып келатыр. Тамырлары жақсы. Міне мынау тағы да бір сабағы, жоғары жағы сынып қалды. Осының жәнінен өскін шығып келе жатыр. Біреу және екіншісі. Мен енді осы қураған жапырағын қырқып тастаймын. Ол үшін маған перекис қайшы және ватный диск керек. Қайшымды перекиспен